Қасқыр мен тігінші. Татар халық ертегісі. Ертеде қолы шебер бір тігінші болыпты. Ол не қиса да қиюын келістіріп, үнемі керемет дүние жасайды екен. Бір күні көрші ауылдан киім тігуге тапсырыс алып, арқаланып жолға шығыпты. Бір кезде ағаштар арасынан қасқыр шыға келіпті. Мынаны қара, қарным ашып келе жатыр еді, жақсы болғанын қарашы. Тігінші болса еш саспастан былай депті: О, Қасеке, мені жегің келіп тұр ғой. Дәл қазір менің саған қарсылық көрсететін қауқарым жоқ. Тек маған сенің ұзындығың мен еніңді өлшеп алуға рұқсат ет. Мен сенің қарныңа сиямын ба, симаймын ба, білуім керек қой. Ау, әрине. Алдыма келгенді мен қалай жемеймін? Шегім бұратылып, қарным шырылдап барады. Міне тыңдай ғой. Қарным әбден ашты. Ал онда тез өлшеп ал. Иә, Қасекем, қарныңыз әбден ашқан екен, көріп тұрмын. Мен онда көп уақыт оздырмайын, Қасекем. Қазір өлшейтін құралдарымды шығарып алайын. Деп тігінші қабынан темір кезін алып, қасқырды құйрығынан ұстап алыпты да бас көзге қарамай ұра бастапты. Ау, ойбай, құтқарыңдар, басым-ай, аяғым-ай. Деп жатып бір кезде қасқыр есінен танып қалыпты. Ал тігінші болса өз жөніне кете беріпті. Өзіне сол керек, ақымақ қасқыр. Әлсіздерге әлімжеттік көрсетіп, әбден жаман үйренген екенсің. Тігінші кеткеннен соң қасқыр есін жиыпты. Мен қайдамын өзі? Не болып еді, Әлгі тігінші мені алдап кеткен екен ғой. Мен неге өзімді өлшеуге келістім екен? Мен оны екіге бөліп жесем де болатын еді ғой, Деп қасқыр ойға қалыпты. Бұл әрине тағы да ақымақ қасқырдың ақымақ ойы болатын. Осылайша қасқыр қанша таяқ жесе де, қанша алданса да өзінің ақымақ екенін еш ұқпапты.